Бүгін ойланып тұрмын да кешкі тамаққа қазан кебаб істейінші деп қазандарыма барып так қайсысын деймін. Осы сен мультиварка алғалы бізді ұмытып кеткен жоқсың ба? Істесейші бізге тамақ. Қазанды қайтесің, маған істеп бір кнопканы бассаң болды. Қазанды газге қоясың, астын жай қоясың. Так осы жолы мультиварка жеңді. Давайте мультиварка еттерімді қызартып тұрып қуырып алдым. Одан кейін картошкаларды. Новый картошкалардан сәлем. Жаңа екенін білдік, қош бәріне білдірмей. Өзінше деловая қопты ғой. Так, қыздар, ұрыспаймыз. Ал енді санап тұрыңдар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Қанша картошка ашыдым осы жерде жаза кетіңіздер. Сосын жақсылап тұрып жуып алдым да қазан енді бер кел сен өкпелеме саған қазір картошка қуырамын деп майды толтырып құйдым. Істе дегенге нормальный нәрсе істемейсің ба? Не намайын? Осындай майға адам тамақ істей ма? Тамақты мультиварка істеп жатырмын ғой, саған картошка қуырайын деп жатырмын. Қараса қазір қып-қызыл осы картошкаларды саған қуырып аламын дедім. Примерно бүлдірейін деп тұр мына қатын. Білмеймін енді қандай болса да бірге көреміз дедім да қып-қызыл картошкаларымды қуырып алдым. Жалпы сіздер үйде қазан кебаб істеп көргенсіздер ма? Енді капуста іздеймін ғой, холодильникті ашып көрсем, мына жақта бір капуста бар екен, оны алып шықтым. Мен холодильникті көп ашпаймын, сол үшін ішінде не бар екен білмеймін. Мына капустаны көріп қуанып кеттім. Картошка қап-қара болып кетіпсің ғой. Мода ғой бұл, қазір өйстіп пісіріп жатыр екен. Так енді барлығын рет-ретімен жайғастырамыз. Ет, пияз, картошка, капуста барлығын орналастырдым да мына жақтан томатты алып шықтым. Сендер мен болмасам қызармайсыңдар ғой. Так достар, комментарий жаза кетіңдер, өзі точно осылай істеймін. Ана томатты құйып жердім да қалай болатынын білмеймін, бір кезде пісіп шықты осылай. Негізі далаға қазанға істесең зор шығады ғой қазан кебаб, солай ма қыздар?